Бүгін етсіз котлет жасайтын боламыз. Картопты суға пісіріп алып, оны арнайы құрылғымен езіп, пюре жасаймыз да, әбден езіп аламыз. Сосын үстіне суға піскен гречканы саламыз. Сосын тұз себеміз, дәміне қарай. Қара бұрыш саламыз, басқа дәмдеуіште салуға болады. Бір жұмыртқа саламыз, жарып. Бәрін әбден араластырамыз. Осыдан етсіз, өте дәмді, өте жұмсақ, керемет котлет шығады. Котлетімізді алдын ала ұнға былғап, дайындап қоямыз. Дөңгелектеп. Қызып тұрған табадағы майға екі жағын қызартып, котлетімізді пісіріп аламыз. Бізге тек екі жағы қызарса болды. Ішінің бәрі пісіп тұрған, дайын тұрған. Енді екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Міне етсіз котлетіміз де пісіп шықты. Міндетті түрде мені сақтап алыңыздар. Енді маған лайк басып, подписация етіп қойыңыздар, достар.